Айран, короче. Достар, жаңағына наны ұмытып ғой. Нан кесіліп тұрған салафанның ішіндегі. Сол үшін балам саған осындай баунти сыйлаймын. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сәлем өрге, мен Мұхамеджан. Мамасы Анара. Достар, бүгін күшті челлендж болады. Мамам қазір сурет салады. Бір продукторларды. Короче, үйде продукты бітіп қалды. Өздеріңіз білесіздер, алдында Аружан жұмсаған кезде өзінің жақсы көретін бүткіл тәттісін алып келген. Енді бұл жолы мен Мұхамеджанды сынағым келіп тұр. Суреттерін салып берем. Сіздер көп комментарийда именно осы видеоны сұрап жатырсыздар. Сол себепті біз соны түсірейік деп шештік. Мен салып берем суреттерін. Ұқсатпауға тырысам по максимуму. И то мен бір керемет художникпін деп айтамайым, художница. Сондықтан ұқсатпай салам. Мұхамеджан соны тауып, сатып алып келу керек үйге. Челленджім сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Өте қызықты. Мұхамеджанның фантазиясын, ананы ойлануын бәрін көресіздер. Біз видеоны солай бастайық. Мінеки мен А4 қағазымды, ручкамды әкелдім. Қазір енді суреттерін салып берем балама. Сіздерге айта берейін, тек сіздер Мұхамеджанға айтып қоймаңыздар. Бірінші біздің үйде нандай нәрсе бітіп қапты. Мә, қалай сасам болады? Ё-майо, саламасаң да осы екен ғой. Мынаның ішінде нандай. Мынау типа менің салафаным ғой салған. Қант мынау. Қант, үйде қант бітіп кетті. Мешочегім ғой менің салған. Сіздерге көрініп тұр ма өзі? Мынандай нәрсе бітіп қапты. Ұқсады ма? Сәбіз бұл. Келесі. Мынау пияз. Қызылшаға ұқсап қалды ма дейме? Бірақ бұл пияз. Сосын мынау бізде сүт. Мына жерде ашатын несі бар. Білмеймін, таба ала ма, таба алмай ма. Сүт. Мынау бізде айран. Мынау айран, короче. Мынау сүт. И бір мынандай, бәрі төрт бұрыш болып кетті ғой. И бір мынандай, мынау нан. Кусокқа бөлетін. И осының сыртынан бітіп салафан ғой мынау. Пакетик, короче. Пакетикке байлап. Қысылмай қалды. Табамай екен, да? Нан, сосын мынау сыр. Сразу тауық қоятын шығар бұны. Пицца бірден істегенге сыр керек. Сосын мынандай керек. Мынау жұмыртқа. 10 жұмыртқа. Ойбай, 4-8 сақ қойыппын ғой. Ну ладно, міне. 10 жұмыртқа. Ары қарай, короче, сарағаш бутылкасын қалай салсам екен, Былай келетті, бітік, бітем, өз сондай ғой, Мынау, короче, газированный су. Сарағаш деп, с деп подсказка кетіп қойын, сарағаш, короче. Соның қасына не жасайық деген біз, мохито. Соған лимон керек. Лимонды қайып салады. Енді шу болады, лимонын. Ұл деп жазып қойын, лимон екен өзі. Тавар, может, таппас. Мятаның жапырақтарын білмем, қалай салатынымды. Короче, осындай жапырақтар ғой. М деп қойын. Я деп қойын. Мя. Арғара ол таба ма, таба алмай ма, білмейм. Мыналар табат деген оймен жаз, мынаны М деп жазып қойын. Молоко. Мынаны К деп жазып қойын, кішкене подсказка болсын. Мята, мынау лимон, мынау сарағаш, сосын
Помидорды қалай салам енді? Осындай болады ғой. Салатқа деп жазып қойын. Ай, ол табамайды-ау. Помидор и огурцы. Салатқа салатын деп қойын, жазуын танымасын деп әдейі мынандай қылып істеп отырмын. Помидор огурцы ғой, короче. Мынау мохитанікі, мынау салаттікі. Енді кішкене не алайық? Алмалайық, Алмаға ұқсады ма? Алма. Бананды қайтып салатын еді? Банан саламайды екен мен. Короче, осы енді таба алса осы. Алма, банан, енді апельсин. Өстіп салмазам басқа саламай мен мәнің біразын табамайын деп тұр. Қараңыздар, ұқсайды да, домалақ. Мынау кішкене более білініп тұр, мыналар онша білінбей тұр енді. Сосын жаңа макси чайларын салайын. Макси чайларын қайтып салам оны? Бітеміз да. Осындай баклажка ма макси чайлары? Или басқа ма бутылкасы? Мынау, короче, жасылы, Айша ішетін. Мынау өздері ішетіні. Екеуін қатарынан салдым, потому что ылғи да екеу алады осындай қылып. Фатима, не жейсің? Саған не алдырып берейін? Чипсы? Ладно, бір. Сметана и лук. Сметана и лук дейді. Хотя жоқ, краб давайте. Краб деп жазып қойын. Я просто краб жазып. Болды енді, осыдан арғы өзі тауып алады наны. Мына нәрсені ұмытып баратыр екем ғой. Мына жерде темір болады да, мына жерін бүйтіп кесіп тастайтын едік қой. Колбаса, короче, мынау. Үлкен колбаса. Нутелла аламыз ба? Нутелла жейсің ба, Фатима? Конечно, жеймін. Конечно, ол бәрін жейді. Қалай саларын білмей ағасың ғой. Қалай білмей қалай. Нут деп жаздым, короче. Короче, нутелла ғой мынау. Енді сіздер ұқсамайды ғой деулеріңіз мүмкін. Пирожок жейсің ба, Аружан? Аружан келді. Аружанға пирожок салайын. С капустой? Ой-ой-ой. Мындай ма? Осындай болады ғой, С капустой деп жазам, өз табар. С капустой. Капуста мен пирожок. Неге жейсің басқа? Қысым? Не жегің кеп тұр, Ару келді. Сәлем десе бүйтіп. Hello. Не салдыңыз? Күшті соп? Біраз ұқсап тұр ма? Саған ұқсап тұр ма? Мынау не? Қант ол. Ұқсамайды, Похоже, да. Мынау сәбіз, мынау пияз, мынау коробкадағы. Молоко, наверное? Мынау не тағы? Кефир. Мынау не? Ойбай, ұн шығар? Нан. Ой, Кесілген нан. Сыр, жұмыртқа, сок, наверное? Сендердің соктарын. Это тоже сок? Сарағыш. Қара мята, лимон үшеуін бірге салдым. Мынау не мынау? Мынау салатқа салатын. Короче, қазір Мұхамеджан өзін шақырамыз. Не жейсің, қосатының бар ма тағы да? Такс, краб, нағып, точно Мұхамеджан табылады. Мынау не? Колбаса. Все, енді не қосатынды білмей тұрмын, пока осыны алып келсе де жетеді деп ойлаймын. Білмеймін енді осының ішінен таба алатыны бола ма, табамайтыны бола ма. Көрейік Мұхамеджанды сынап, Потому что Мұхамеджанның каналында бұндай челлендж жоқ екен. Ал мен Мұхамеджанды шақырып келдім. Өздеріңіз көрдіңіздер, менің салған суретімді сіздерге бәрін айтып бердім. Ал, давай. Мынау не, достар? Тоқта, мынаның ішінде мынау не деп ойлайсың? Мынаны таппайсың. Жоқ, анандай. Не? Чеснок. Чеснок емес, таппады. Ойланасың сояқтан. Мынау не? Морковка.
Мынандай қылады. Ну, білем андай. Білмеймін, Чеснок, чеснок. Чеснок емес. Мынау не? Сүт. Аха. Кола. Кола осындай бола ма не? Ой. Ойланасың, мынау не? Сок. Мынау сокқа ұқсап тұр ма? Осындай сок бола ма? Той не салдыңыз? Мынау не? Ойланасың, жарайды. Пицца. Ойланасың. Мынау не? Шоколад. Мынау шоколад ба? Мынау точно ешқайсысын таппайын деп тұр. Мынау не? Ойбай, анау мынау емес, сокты табайын деп тұр. Міне мынау Мынау жоқ, бұл сок емес, бұны да ойлан. Мия деп жазып қойдым, оны да ойлан. Мынау не деп ойлайсың? Салатқа, мынау помидор. Ура, хоть екеуін алатын болды. Мынау не? Алма. Мынау не? Банан. Ұқсатып саппын ғой мен бананды. Мынау не? Мандарин. Ойлан. Мынау не? Чипсы, краб. Мынау үшін. Нутелла. Мә, тауық қойды таппайтын жарысың. Ойбай, бұл не тағы? Ойланасың, мынау? Анау, балық. Балық емес ондай. Мынандай балық көрдіңіздер ма? Мынандай балық. Мен сой. Мынау не? Самса капустай. Самса емес. Я, с капустой дедім. Короче, түсініпті. Міне мен списокті бүктедім. Списокті Аружан құсап жоғалдық. Қазір сен де ойыңнан бірдемелерді әкеп тұрма. Өңкей тәтті-тәттілерді Аружан құсап. Жоғалтып алайым. Короче, балам, саған сендім. Надеюсь, осы жазғаның бәрін әкелесің. Пожалуйста, басқа нәрсе әкеп тұрмаш. Ойбай, жоғалтып алдым. Жүргізді сол. Қой, давайте кетті бұлар енді. Достар, біз далаға шықтық. Қазір Магнумға барамыз. Достар, жаңағына ұмыт кеткен ғой де. Нақта болатын кезде есіме түсті. Қайтайын жүгіріп келдім сөз. Достар, біз келдік Магнумға и қазір бірінші зат. Мынаны что-то білмейді. Келесі. Бұл сабыз. Достар, мынау пиязға ұқсайды, пияз деп ойлаймын. Достар, мен йогурт деп ойлаймын. Достар, мен мынаны білмеймін. Сондықтан да мынау сыр деп ойлаймын. Қараңыздар, мақтаның 3 бұрышты суреттегідей бар, бірақ біз оны алмайтын боламыз. Өйткені біз орда жемедік. И сондықтан біз мынандай президент сырын аламыз. Достар, келесі Қазақстан шоколадымыз бар. Қазақстан шоколад. Мынау сок деп ойлаймын. Достар, анақта 2 болғандықтан мен бізге және де Айша ғой. Айша мынандай емес, мынандай ішеді ғой. Достар, мынау қайын екен білмеймін. Мынау не? Мята. Жоқ екен, сондықтан біз қазір басқа магазинға барып аламыз. Салатқа қосатын не? Помидор мен огурец. Маяқта алма мен банан. Олар біздің қасымызда, сондықтан банан аламыз. Достар, маяқта нормальный банан жоқ. Барлығы шіріп, ашылып кеткен. Так что банан алмаймыз бақамчан. Маяқта шіріп кеткендер банан. Келесі спискта қандай сап? Достар, мынау апельсинға ұқсайды. Бұл мандаринға ұқсамайды екен, мынау ұқсамайды екен. Краб. Біз крабты, простой крабты жемейміз, сондықтан чипсы мен краб жемейміз. Сондықтан да мен олаймын краб өткен. Нутеллаға ұқсайды. Қайсы көрсетсей? Кеттік нутелла алайық. Мынандай нутелла бар екен.
Ötedemde. Oyбай, наны тағды. Достар, наны таба алмаймын. Қиын. А мынау пирожки с капустой. Пирожки с капустой. Все, Мұхамеджан, сен барығын таптың, енді сен жана білмеймін дегендерді ойланып көрейік. Қайсы көрсетші, қандайларын алмадың сен? Мұхамеджан наны білмеді, наны алды, наны білмеді, сосын наны білмеді, мынау басқа магазин аламыз деді. И наны білмеді. Енді мына не деп ойлайсың? Білмейсің, вообще? Онда алмаймыз. Мына не деп ойлайсың? Тоже білмейсің? Вообще. Мынау не деп ойлайсың? Мята. Тағы да маяқта лимон деп ойлаймын. Мен ана капуста етіп қойыппын. Екеуін қосқан кезде екеуін мохитоға керек. Ал мынаусы деген сарыағашқа керек. Сондықтан сарыағаш бізге мохито қатты ұнайды, сондықтан да мен сразу 2 тал алайын деп шештім. Мынау енді неге ұқсайды? Білмеймін, сондықтан алмаймын. Достар, бүгін бізде карате бар екен. Сондықтан да Аржан екеуміз тез жүгіріп келдік. Достар, біз мята мен лимон алмадық. Каратеде Small деген магазин барды, соғықтан лимон мята аламыз. Біз каратеден қазір ғана шықтық. Енді мята екен. Мынау мята ма? Қазір қарап алайық. Көрейік. Мал салат екен. Бізге лимон керек, мне лимон, 2 лимон керек. Не лимон, енді мята іздеп жатырмын қазір. Мына сияқты так іздеп көру керек. Міне мята дейді. Мне мята. Мұхамеджан, көрсетші лимон. Мне лимон алды, енді болды. Кеттік енді кассаға. Достар, мен каратеден келіп, қазір өзім алған продуктыларымды көремін. Бірінші зат. Бұл не екен түсінбедім. Не мынау, не? Не деген көрінбеді. Мына нәрсе не? Ештеңе. Таппадың ба? Қант қой. Қайдағы? Мешочықтағы қант қой. Мешочықтағы весовой қант қой. Нормально салмайсыз ба? Салдың ба, сол нормально саған ма? Біреуін таппады. Точка. Қанттар. Екінші мынау не? Сәбіз. Дұрыс. Тапты сәбізді біреу. Екіншісі. Мынау ма? Ол не? Так, қазір. Мынаны атығай? Пияз. Пиязнан қақа турайым мен. Аружан тыңдады. Ё-май, дәу пияз ғой. Шақтау ғой неше? Ладно. Келесіде осындайдан 1 килограмм аласың. Ма деген не? Молоко. Дұрыс, молоко. Үшеу тапты. К. Сок. К сок. К деген сок бола ма? Наның біреуін Айша шығып қойды. Екеу алған негізі. Жоқ, бұл сок емес. Бұны табалмадым. Таппадың ба? Бәсе. К деген кефир деп айттым ғой, балалар біледі. Кефир. Екеуін таппады, екеу. Тағы да нау не енді? Нау не, мам? Мам, нау не? Нормально салмайсыз ба? Салдық қой. Туф, міне. Нан кесіліп тұрған. Салафанның ішіндегі нан. Үшеу таппады. Неменеге қуанып отырып, продуктыңды әкелмеді ғой. Дұрыс. Қақты? Міне. Президент чизбургер. Осындай ғып салсам, таппай қалатын еді, сол үшін 3 бұрыштап салдым. Дұрыс. Достар, мынау енді Қазақстан шоколады, конечно. Деп ойладым ба? Осында Қазақстан шоколад бар ма? Не? Мынау шоколадтарда нандай плитка ғой. Жұмыртқа! Жұмыртқа ғой. Вообще ұқсамайды. Мынауда тәтті алып тастаған ғой продукты десем. Ладно. Үшеу таппадың, е? Не, мынаяқта 2. Естем, Қазақстан шоколад. 2 сок тұрды. Значит, Масича екеу. Біреуін Айша ашты, айттым, е? Әне үстінде. Так, келесі. Мынау. С.
мохитоға қосатын сарыағаш. Оң жақтан білдім. С еще бірінші сахарда болған ғой мен. Мен аласамадым ба сахар екен деп. Міне сарыағаш. Неге екеу? Білмеймін, Аружан айтты. Екеу алайық дедім, Аружан. Иә. Екеу мохито жасайын деген. Дұрыс таптың оны. Мынау, мияға не бар? Мята. Таптың ба? Міне мята, ура! Мен мята деген екенін білмедім да, просто мята деген сөз. Тауып алдың ба? Иә, есімде болады. Дұрыс. Мынау, еще мынау, қалай еді? Домалақ. Значит, ол лимон. Әдейі тапсын деп салдым негізі андай. Достар, мына қараңыздар. О деп әдейі жаздым, әйтсе таппас еді. Қараңыздар. Таппас. Үшеуінде де бірдей. Ой, үшеуі де мохитоға қосатын. Мохитоң зат әдейі бір-бірінің қасына қойдың ғой. Ну, мынау енді опанай. Опанай. Салатқа. Салатқа салатын деп жаздым ғой. Иә. Міне. А чо, екі шақталдан арасында? Аружан ғой. Аружан таңдады ма? Иә. Дұрыс, екеуі де дұрыс. Келесі. Мынау енді алма мен банан. Дұрыс. Алма и бананымыз Ұқпай. Банан қайда? Банан алмағасың сен? алғанмын. Точно алдың ба? Бананды таппай қойды, қайқа кеткен. Фатима, сен аған жоқсың ба бананды? Банан. Мен вообще көрмеймін даже. Короче, қазір тауып аламыз видеодан кейін. Бірақ сіздер көріпсіздер ғой оның банан алғанын, не? Сондықтан алды деп есептейміз. Келесі. Достар, мынау енді. Бұл не ал? Мен басқа сен бұны таппайсың, Мұхаммеджан. Таптым. Не ол? Мандарин, ой, апельсин. Дұрыс. Қайдан білдің апельсин екен? Алыпты ғой. Қайдан білдің? Мандарин, ой, апельсин қақсайды. Дұрыс. И то, мынаны қараңыз. Мынақта уже лимон қойсам, мынау точно лимон емес. Домалақтар көп қой енді. Келесі. Крабовый. Дұрыс. Фатиманың таңдағаны, Фатима именно крабовый хочу деп сосын жазып. Фатима сырный жақсы көреді ғой. Крабовый жақсы көреді. Келесі. Нут. Элла. Дұрыс. Бұлда бізде үйде нутелла бітіп қалып, жақсы болды. Достар, мынау не? Балық па? Осындай балық көргенсіздер ма? Балықтың қанаты салыну керек, желбезек, басы салыну керек. Мынандай балық көргенсіздер ма? Міне мынандай. Мен балықты мынандай қып салмас едім никогда. Аузын салатын едім бітіп, сосын мынандай қанатын бітіп салатын едім, қойды. Таппадың ба? Иә. Колбасаға түктер ұқсамайды ғой. Хотя бы подсказка бермейсіз ба нақта? Комментарияға жазыңыздаршы, колбасаға ұқсамай ма? Ұқсап тұр ғой. Міне ұзын, вареный колбаса. Комментарияға жазыңыздар, ұқсайды. Хотя бы подсказка бермейсіз ба? Балық дейді, балыққа не қатысы бар? Мында балық вообще өмірімде көрмеген мен. Ну ладно, таппады. Келесі. Пирожки с капустой. Дұрыс. Мынау қақтан келді, бұл не нәрсе? Бұл мынау іздеп қалды. Кефир. Жаңа кефирді таппай қалды ғой, міне наны. Бұл не деді ғой, соны чудалған ғой. Қателестің, өкінішке орай, бұл кефир емес, бұл чудалған. Получается, Мұхаммеджан нешеуден қателесті қазір мен санап айтып берейін. Мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мыналарды алдым, төртеу, бесеу. Бес нәрседен қателескен, қант алмаған, кефир алмаған, нан алмаған, жұмыртқа алмаған, сосын колбаса алмаған. Блин, без затын әкелмеді продукты. Мынау не? Какой-то мынандай химияның мынандай, который без зат, керек заттарымды әкелмеген ғой. И точка. Что это? Қант қой, қант точка болмай ма? Қант деген. Какой-то кеф деп жазмайсыз ба хотя бы? А мынау вообще какой-то сок деп нан бүйтіп кесіліп тұрған, нан тостер жасайтын. Кесіліп тұрған жоқ, салмайсыз ба? Это
күштірек болады. Шоколад, Бес нәрсе. Қалай шоколад жұмыртқа болады. Жұмыртқа. 13 түгін әдесет салып едің ғой. Ладно, бесеуін ертең өзің барып қайтадан әкелесің сол бесеуін. Мама, сынып қалды ғой. Қазақстан шоколад әке, ол бағанан бері сынып тұр. Жарайды, енді мен өзімнің Мұхамеджанға мынандай бір сыйлығымды берейін. Еңбектеніп, Аружан екеуі барып, еңбектеніп, осы продуктын алып келді ғой. 5 сатында әкемесе де, басқаларын әкепті. Сол үшін балам саған осындай баунти сыйлайын. Рахмет. Асып болсын. Жіберейін бе де? Зато мен бүгін продуктыға бармадым, ура! Мен өзім барсам сәбізді де көп қып алам. Помидор, огурцы, алма бәрін көп қып алып келетін едім. Бұл болса 2-ден, 3-ден алған сөйтіп. Енді мынаған қараңыздар, 3 тал помидор алған. Бұны 2 рет салат, 1 рет салат жасап жейсің, 2 рет салат жасап жейсің ғой. Короче, ше. Аружан ғой. 4 тал алманы 4-еу жоқ қояды, например. Маған алма жетпей қалады. Сізге өзімдікін берем. Бананың қаққа кетті сонымен? Банан тапырағы? Мен вообще даже холодильникті ашпадым. Балам саған көп-көп алғысымды айтам. Видео ұнады ма саған берген наның енді түсініксіз қылып салған. Мен бұрындар түсінікті қылып салатым, осы әдейі түсініксіз қылып салуға тырыстым. Саған сені өстіп продуктыға жібергенім ұнады ма? Сіз бі? Иә, менің жібергенім. Зато баунти жеймін. Иә, балам рахмет. Мені бір үлкен жұмысымды почти не істеді, істеп берді. Аружан екеуі барып алып келді. Алдында Аружанға білесіздер ғой. Аружанның видеосын көріп кетсеңіздер болады. Продуктыға барып кел десем, қағазымды жоғалтып алып, өзі өңке тәттілер алып келген ғой. Сол сияқты сондай болмағанына шүкір. Рахмет айтам. Сіздерге де рахмет айтам. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Мұхамеджанның барып продукты алғаны ұнады ма сіздерге, ұнамады ма? Жалпы не ойласаңыздар да ойларыңыз жазып кетіңіздер. Біз комментарийдан оқып, сіздер біздің кемшілігімізді көріп айтсаңыздар да біз түзелуге тырысамыз, бір жерді түзетуге тырысамыз. Сіздердің пікірлеріңізбен санасамыз. Сондықтан әрбір жазған ойларыңыз, пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Достар, келесі видео қандай болатынын комментарияға жазып кетіңіздер. Осымен біздің видеомыз өкінішке аяқталады. Өкінішке аяқталады. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.